Үш аю. Лев Толстой. Ертеде бір кішкентай қыз өмір сүріпті. Аты Маша екен. Ол өте тәтті, қылықты, бірақ кейде тым ерке болып кететін. Бір күні Маша орманға шығып кетеді. Қыз көңілді жүріп келеді, гүл тереді, секіреді, бірақ жүре орманда адасып қалады. Қайда келдім? Үй қайда? Ештеңе таныс емес. Кенет бір әдемі үйшік көзіне түседі. Ол үш аюдың үйі еді. Бірақ Машаның бұл туралы хабары жоқ. Қандай әдемі үй? Ішінде кім тұрады екен? Бір сәтке кіріп демалып алайын. Маша есікті ашады да ішке кіріп кетеді. Үй ішінде үш түрлі заттар. Үлкен, орташа және кішкентай. Үлкен әке аюдікі. Ортаншысы ана аюдікі. Ал кішкентайы бала аюдікі. Маша дастархан басына келіп, үш ыдыстағы ботқаны көреді. Бірінші ботқа ыстық екен. Екіншісі суық сияқты. Ал мына кішкентай ыдыстағы дәмді деп бәрін жеп қояды. Сосын орындықтарға қарап, бұл орындық тым биік, бұл бір түрлі. Ал мына кішкентайы дәл маған лайық деп отырады да орындықты сындырып қояды. Сосын шаршап, ұйықтағысы келіп, жатын бөлмеге кіреді. Бірінші төсекте жайсыз, екіншісі тым жұмсақ. Ал мына кішкентай төсек рахат екен деп жатып ұйықтап қалады. Сол кезде үй иелері үш аю үйге оралады. Әке аю: ботқамды кім жеді? Аю ана: менікін де біреу татқан сияқты. Бала аю: ал менікін түгел жеп қойыпты. Аюлар орындықтарға қарайды. Әке аю: орындығым орнымда тұр. Аю ана: менікі де біреу отырғандай боп тұр. Бала аю: ал менің кішкентай орындығымды сындырып тастапты деп жылайды. Сосын бәрі жатын бөлмеге барады. Әке аю: менің төсегімде ешкім болмаған. Ана аю: менікінде. Бала аю: ал менің төсегімде біреу ұйықтап жатыр. Маша аюдың даусынан оянып кетеді. Ойбай, аюлар! деп секіріп түсті. Терезеден шығып орманға қарай қаша жөнелді. Аюлар артынан қараса да қуаламайды. Себебі олар да жақсы, мейірімді аю болатын. Содан кейін Маша ешқашан бөтен үйге рұқсатсыз кірмейтін болды. Ал аюлар болса қонақты күтуді үйренді.